Тағы бір отырыспада Мәкен екінші әңгімесін бастады. Маужыраған мамыр айының жайма шуақ күндерінің бірі. Астында осы торы төбел атым. Болса да иығымда қос ауыз. Тақымымда қыстырған күрегім бар. Ойым Нұрлыбай төбесінің батыс бетіндегі қалың жыңғыл шоқатта алапты бір шолу. Себебі менің аңшылық түсінігімше осы шоқаттар арасында қасқырдың апаны болуға тиіс. Қазір қасқырлардың күшіктеп, бөлтіріктер енді бауырын көтерген шағы. Әр жерден бөрі іздері кездесіп қалады. Алайда олардың ізімен апанын табу оңай емес. Өйткені бөрі бөлтіріктері жатқан ініне ешқашан тіке бармайды. Айналып із тастап шарлап барып соғады. Бір жайдақтау, бұталарда сиреген жыңғылды шоқатты алыстан-ақ көзім шалып, соған жақындай түстім. Айналаны мұқият зерттеп барып шоқатқа 15-20 метр қалғанда мен іздеген апаны осы маңда екенін сездім. Кенет жыңғылды шоқаттың селеу, еркек шөбі аралас өскен қалыңның арасынан қара құлақтары шошиған бір-екі бөлтірік күшіктері көзім шалып қалды. Менің жақындағанымды сезген әлгі бөлтіріктер домалап алып, шоқаттың арғы күнгей бетіне қарай қашып барады. Атынан түсіп асықпай, шідер салып бекіттім де күшіктер қашқан шоқатқа жақындадым. Бөлтіріктер іздері шоқаттың күншығыс бетіндегі сексеуіл мен жыңғыл өскен қалыңның арасына сіңіп кеткен. Жақындап үңіліп қарасам, апан осы жерде екен. Бөлтіріктер түгел үн ішінде. Қолымдағы тік күрегімді інді қазуға кірістім. 6-7 метрдей көлденең қазғасына күшіктердің үні естіле бастады. Не керек? Әлгі іннен 6 күшікті біртіндеп алып, қапқа салдым. Атыма мініп, қабымды алдыма өңгеріп келемін. Күшіктердің енесі қаншық қасқыр мен арланды осы маңда мені сыртынан баспалап, аңдып жүрген сеземін. Түнімен жортып, аңшылықтан қайтып соғатын кез болды, деймін өзімше топшылап. Бөлтіріктерді ауылға, елді мекенге апаруға болмайды. Апардың дегенше, ашынған бөрілер сол ауылдың малының сау тамтығын қалдырмайтын белгілі. Менің жоспарым ауылдан, елді мекеннен аулақ, жар құдықтағы ертелікте қазылған цемент сақина құдық. Су әлде қашан тартылған. Тереңдігі 3-4 метрден кем емес. Айналасы елсіз. Бұл құдыққа түскен қандай мақұлық болса да қайтып шығу екі талай. 10-15 шақырымда жүріп әлгі құдықтың басына келдім де атынан түсіп ішінен үңілдім. Тас цемент құдықтың түбі ақ топырақтан көзге шалынады. Қабымның аузын шешіп, жіпті аузының бір бұрышынан екінші ұшын түккі бұрышына байлап, құдыққа байлап, саумалап түсірдім де қап түбін байлаған жағын жоғары көтеріп, күшіктерді құдық түбіне төктім. Бөлтіріктер құдық түбінде қыңсылап қала берді. Атыма міндім де өз шаруамен жоқ түйелерімді қарап өріске кете бердім. Араға 3-4 күн салып ауылдан қасыма қуандық құрдасымды алып екі атты әлгі тас құдыққа келдік. Жақындағаннан осқырып парылдап құдық маңайына жақындатар емес. Көлігімізді алысыраққа бекітіп басын байлап құдыққа жақындап келдік. Қасымдағы қуандыққа. Ал, сенің жүрегің қалай еді, қасқырларды көргенде, деп әзілдеймін. Құдықтың тас сақинасы жер бетіне 1 метрдей шығып тұрған. Қасқырдың іздері құдықты айнала шарлап тастаған. Осы аңғаратын Қуекең жоқ. Екі көзі тас құдықтың аузында. Мен ішімнен, бәрі де жанұясымен түгел құдық түбіне қонақтаған екен деймін. Екеуміз абайлап, сақтана келіп құдық аузына үңілсек, түбі толған қасқыр. Арланы мен қаншығы жоғарыдағы бізге қып-қызыл көздерін отшаша жауға қарайды. Ойпыр-ай, мыналарды осылай ұстау қалай ғана ойыңа келген, деп таңдайын қағып таңырқайды құрдасым. Мен оған, жағдай бұлай болған сияқты достым. Мен күшіктерді құдыққа салғасын ізіммен еріп отырған арланы мен қаншық қасқыр, мен кеткесін құдықтағы күшіктерді құтқарудың бар амалын ойлай-ойлай, болмағасын қаншығы шыдамай құдыққа қойып кеткен. Ол шықпағасын күтіп-күтіп құтқармаққа арланды секірген деп ойлаймын. Ал 3-4 күннен кейін асықпай келуімнің мәнісі қасқырлар ашығып, шөлдеп әлсіресін дегенім ғой деймін. Ал енді бұларды қалай аламыз дейді Қуекең. Түк қалайы жоқ. Әуелі арланын, содан соң қаншығын бір-бір оққа тапсырамыз.
Қалған оң емес пе? Біз солай істедік те. Тек салмағың жеңіл, құдыққа түс, мен тартып аламын дегеніңе Қойекен құрдасым біраз қиғылық салып ақыры келісті. Сөйтіп бөлтіріктермен 8 бөріні алып ауылға қайтқанымыз бар, деп аңшы аға әңгімеге үйіп қалған бізге күлімсірей қарады. Дереккөз Білім Ал КЗ порталынан алынған. Оқыған Лаура Қосыбаева.